Қайырлы күн. Қош келдіңдер менің каналыма. Сіздің балалық шақтағы пончиктің дәмі есіңізде ме? Тәп-тәтті, жұп-жұмсақ, балалардың сүйіп жейтін пончиктің рецептімен бөлісемін. Көп рецепттің ішінен жақсысын таңдап алдым. Бізге жылы сүт, қант және дрож керек. Осылардың барлығын араластырып, бетін жауып қоямын. 10-15 минуттан кейін дрож көтеріледі. Сол уақытта жұмыртқа, шымшым тұз және ерітілген май құйып, және де араластырамын. Құрамы төменде жазылған барлық заттардың. Електен өткізілген ұнды бөліп салып, оны да араластырамын. Қамырды қолмен жақсылап илеймін. Иі қанған қамыр жылтырақ және де қолға жабыспайтын болады. Бетіне пакет жауып, жылы жерге жауып қоямын. Бір жарым сағаттан кейін міне қамыр осындай 2,5 есеге дейін көтеріледі. Қамырды оқтаумен жаямын. Кесемен дөңгелектеп форма жасаймын. Ал сіздер қолда бар нәрселерді қолдана берсеңіз болады. Ортасын кремге арналған насаткамен ойып аламын. Ұн себілген ыдысқа пончиктерді орналастырып, бетін жауып қоямын. Жарты сағаттан кейін олар жақсы болып көтеріледі. Орташа отта қызып тұрған майға салып, пісіріп аламын. Міне осындай болып, екі бетінде қызартып пісіремін. Піскен пончиктерді салфетканың үстіне салып суытамын. Міне менің рецептіммен пончик пісіріп, сіздер де балаларыңызды қуантыңыз. Шоколад пен сары майды ерітіп, дайындап аламын. Сосын пончиктерді шоколадқа батырып, үстіне әртүрлі жаңғақ, посыпкалар сеуіп әсемдеймін. Менде барлығы 16 пончик шықты. Оның жартысын қара шоколадпен әсемдедім. Оны балаларым жақсы көреді. Ал қалғанын ақ шоколадқа кондитерлік бояулар қосу арқылы әртүрлі түске боядым. Және жаңғақтар сеуіп әсемдедім. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше, қош сау болыңыз.